совет үкіметінің кезінде жасадық. Бізде жаңағы капитан средний ремонт деп не алатын жол өзіміз салдық. Сосын автогалей дегенсіз болу керек, жаңағы бізде 8-10 сантиметр жаю керек. Соны анау бұлай не жайған кезде ол қазір асфальт укладчик қарашаны компьютермен қояды да ұрып шығады. Көрдің ба, Әлмаш? Ана автогалейдестің адамның адамы жаңағы сен бір жерін 15 қыл жері ма, бір жерін 8 грейдерді білесіздер ғой. Ол анау советский грейдерлер, жөнді анау лопатыстар дұрыс іспейді, не қылады. Бірақ оның бір жақсы көп алдымен ұрып әйтеуір жүргізіп жүретінбіз. Сондай қиындықтар бар. Өзімде средний ремонт жолда салдық. Знактардың өзі ақша жоқ. Біз реставрация жасадық. Реставрация деген ана знактарын жинап әкеп түзетіп, не қылып, сосын мына жерде баяғы обувной істеді ол кезде. Соның клеен алып, соны білек жақсы жабысатын пленка. Пленка әкеп өзіміз жабыстырып, әйтеуір жоқтан бар жасау, знак қоймасаң ертең ең бірінші знак қой, жолшыны құтқаратын. Мен производствода көп істедім. Деуде жаңағы мастер болып та жүрдім, жаңағы планодел, одан жаңағы жол мекемесін деуіш жерде жаңағы бастық болып, екі деуді қосты 13 жыл, баса 13 жыл істеттім жаңағы деуде, производство. Thank you.